Қайырлы күн, баршаңызға, күндеріңізге сәттілік. Кішкене суымызға тұзымызды салып, бір зуаласы шығатындай ұнды мен араластырып, қамыр илейміз. Тез жылдам түскі асқа әзірлей қояйыншы деп едім. Дүкендерден лаваш таппадым. Сондықтан лавашты өзім дайындайын дедім. Осылай бір суала қамыр илейміз, жұмсақ қамыр илейміз, жақсылап басын біріктіреміз қамырдан. Осылай қамырды жұлып илеген кезде жақсы қамырдың басы бірігеді. Басы біріккен қамырымызды табағымызға салып, бетін жауып, демалтуға қойып қоямыз. Қамырымыз демалып тұрған кезде табамызды отқа қойып, майымызды құйып, бір бас пиязды турап әзірлеп қойғанмын. Осы пиязымды салып қуырамыз. Жақсылап сарғайғанша қуырамыз, араластырып тұруды ұмытпаймыз. Пиязымыз сарғайғаннан кейін үстінен 600 граммдай фаршымды салдым. Әркім өзі біледі, қанша салғыларыңыз келеді. Жанұяңызға байланысты дайындайсыздар. Бір қасық тұзымды салып, кішкене тағы да қостым. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, дәмдеушілер салсаңыздар болады. Өз қалауларыңызша дайындай бересіздер. Бұған болгар бұрышын, қызанақ қоссаңыздар да болады, турап. Негізінде фаршты осылай қуырып дайындаймыз. Әбден араластырып, жақсылап фарш бірігіп қалады. Соның үшін қасықпен араластырып, майдалап, қақпағын жауып қойып қоямыз. Фаршымыз піскенше, енді иі қанып дайын болып тұрған қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды жақсылап, жұқалау етіп жайып дайындаймыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, жеке-жеке пісірсеңіздер де болады. Мен осылай оңайырақ дедім. Осылай формамен кесейін деп шештім. Формалап осылай кесіп жатырмын. Сіздерде қандай форма бар, домалақ болсын, немен қамырды кесетіндей зат болса болды. Мен осылайша әдем болсын деп, осындай гүлді формамен кесіп жатырмын. Тавамызды қыздырып, осындай лавашымызды салып, қамырымызды салып, осылай пісіреміз. Лаваш болып піседі қамырымыз. Екі бетін кезек-кезек аударып тұрып пісіреміз. Піскен қамырды пакетке салып жинаймыз. Қамыры өте жұқа болғаннан кейін жылдам пісіп кетеді. Сол үшін аударып қарап тұрамыз. Қамырымыз әдемі болып үрленіп тұрып пісіп жатыр. Пакетке салып, осылай аузын жақсылап неғып тұрамыз, буып, жаңағыдай жақсы жауып қоямыз. Өйткені піскен қамырымыз өзінің несімен буланып, жұмсарып тұру керек. Пакетті ашық қалдыратын болсаңыздар, қамырларыңыз қытырлап қатып қалады. Сондықтан орап, жақсылап жауып тұрамыз. Әр қамырды алып салған сайын пакетті орауды ұмытпаңыздар. Менің бір зуаладан өте көп қамыр шықты. Осылайша бәрін пісіріп аламыз. Қамырларын пісіріп болғаннан кейін, енді осындай сырымды алып, теркадан өткізіп жатырмын. Сырларыңыз көбірек болса, көбірек сыр өткізсеңіздер болады. Сырымыз өткізіп болдым. Енді табамызға осылай май жағамыз. Табамызды майлап дайындалғаннан кейін, міне лавашымыз пакеттің ішінде. Құрметті көрермендер, пакеттен шығарып, алып қоймаңыздар. Қатып қалады. Лавашты мен осылай қойдым, аяғына жасап болғанға дейін. Қамырыңыз қатып қалғанын қарап тұрыңыздар, қатып қалмасын. Осылай бүктеп қойғанға икемді болады. Пакетте тұратын болса,
Үстіп шетінен стакан қойып, ұстатып қоямыз. Пісіп тұрған фаршымызды салып жатырық. Жаңағы табамыздағы фаршымыз піскен, дайын. Ішіне салатын салмамыз пісіп, дайын болған салманы салып жатырық. Лавашымызды, қамырымызда піскен. Осылайша бәрін салып болғаннан кейін үстінен осылай сырымызды салып шығамыз. Жалпылама себе салсаңыздар да болады. Мен жеке алғанға ыңғайлы болсын деп осылай іштеріне салып жатырмын. Тураған сырым аздау болып қалды, сондықтан қайта сыр өткізіп, алып қалған сырымның қалғанын өткізіп, осылайша бетінен саламыз. Алдын ала духовкамды қыздырып қойғанмын 200 градуста. Сол қызып тұрған духовкамызға енді осы дайын салмамызды саламыз. 10 минутқа салсақ жетеді. Сырымыз еріген кейін салып аламыз. 200 градуста 10 минутта салып қойған тағамыз дайын. Өте жылдам дайын болады. Егер дайын лаваш алатын болсаңыздар, бұдан да жылдам дайындайсыздар. Осылайша тарелкаларыңызға салып, үстінен кетчуп құйып, айран құйып жесеңіздер өте керемет болады. Сіздермен бірге болған Дәмді ас каналы лайк басып, пікір жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.